Жаңаөзендегі оқиға бұрын соңды тарихымызда болмаған дейді зиялы қауым. Еліміздің беткестер азаматтары барша халықты бірлікке, ынтымаққа, сабырлыққа шақырып отыр. Мен маңғыстаулықтардың бастан кешкен талай қиындықтардың ортасында болдым. Bir кезде Жаңаөзен оқиғасы болды. Ол нағыз отаршылдықтың, бодандықтың астамсыған күндер еді. Ол кезде халықтың бойын кернеген ашу ызаның түсінетін едім. Сондықтан ол кездегі мен бұл кездегі бәрі бірдей емес. Біздің халқымыздың күткен тәуелсіздігін көріп отырмыз. Жеткен жемістеріне көріп отырмыз. Бұл жолы мына Маңғыстау өлкесінде өткен жылдардың ішінде қайтып өзгеріп жатқанын біліп көріп жатырмыз. Bir өзеннің басында қанша мектеп салынды. Bir өзеннің басында қанша балалар бақшасы салынды. Қаланың өзінде қаншама үлкен өзгерістер бар. Ал облыстың көлемінде үлкен құрылыстар жүріп жатыр. Жақында ғана мынау Түркмен Қазақстан темір жолы бітті. Бұндай істер аман болса әлі де істеледі. Аман болса мынау еңбек дауы дейтін кейбір жекелеген ұжымдардағы еңбек даулары шешіледі. Бұл жөнінде ел президенті кеше сөйлеген сөзінде айтты. Жалпы біз барлық шешілмеген қиын мәселелерді шешкіміз келсе, оны ойласып істеуіміз керек. Ақылдасып істегендерің жөн болады. Бұны заңға сыйымды, заңның ауқымында ғана шешкен дұрыс болады. Жалпы бұл іске де енді құқық қорғау органдары өзінің бағасын бере жатыр. Дегенмен халықтың шырқын бұзбай, барлығы да мынау абыройлы іске, ақжүзді іске тез бұрылады ғой деп ойлаймын. Бүкіл халық мерекелерге қын кезінде өзінің тәуелсіздігінен шыққаны ол ұят болды. Әрине бұл жерде көре алмаушы кейбір шетелдегі саяси күштер де осыған араластырмады деп мен ойлаймын. Өйткені дәл сол күні, сол мезетте осындай істеу қандай қажеттілігі барады. Қазақ халқы бұрыннан өзі сабырлы пайыппен қимылдайтын халық, сондықтан мына Жаңаөзендегі жағдайға байланысты менің айтарым, азғырушыларға ермеу керек, сабырлық сақтау керек, сөйтіп барлық мәселені бейбіт жолмен шешу керек. Біз қазағымыз бірлікпен күштіміз, өзі аз халықпыз. Ол бірлігімізді біз күнделікті көзіміздің қара несіне сақтап отыруға тиістіміз. Ал енді сонымен қатар біз осы 20 жылдыққа өзіміздің тәуелсіз Қазақстанның халқымыздың бірлігін әлемге паш етеміз деп отырдық. Паш етіп те жатырмыз. Ал енді соның ішінде мынандай бір адам көңіліне сыймайтын нәрсе болғаны бізге көңілімізде дұрыс шықпай отыр. Ал енді осы жерде мен ойлап отырмын, бүкіл мемлекетте тура ақпарат бару керек, бүкіл халыққа, бүкіл әлемге, кейбір осы бұқара ақпарат құралдарда ойбай анау болыпты, ойбай мынау болыпты деп жан-жаққа тараптымыз. Еш жаққа тараған жоқ бұл. Бұл бірақ қана қаланың проблемасы, бірақ қана сол ұжымның проблемасы. Ол проблеманы әрине әкімшілік бар, сол компанияның басшылары бар, сол жерде прокуратура бар, заңды түрде қоғамдық ұйымдар бар, партиялар бар. Сол жерде ол мәселені шешу керек. Жаңаөзенде қиналған азаматтар шыққанда болуы мүмкін. Бірақ соған қарамастан қан төгіске бармау керек еді. Қан төгіс деген сөз ол ел үшін жақсы зат емес. Елдің бірлігі, елдің біргестескен тірлігі ғана елімізді алға алып барады. Біздің ақбоз сәйгүлігіміз әлемнің көзіне түсе бастаған кезде іргемізді өзіміз шайқамауымыз керек. Бізге ынтымақ керек, бізге береке керек, бізге қазақтың қабағына қазақ қарап тұрып сүйсінетін құрмет керек. Бауырлық керек, туыстық керек. Ол үшін ең парасатты дүние ұлттық биікке көтеріліп, ұлттық тұрғыдан сабырға жүгінетіндей ақылға ерік беруіміз керек деп ойлаймын. Жастарға сырттан келген біреулердің үгіт насихаты өтеді ғой деп ойлаймын. Әйтпесе бұндай ойран, бұндай бүлік, қан төгіске бару, кішкентай шағын ғана қалада қазақтар жиналып бірін-бірі өлтіру деген бұл не масқара? Ешқандай қазақтың тарихында мұндай болып көрген жоқ. Мына негізі бізді түртіп отқан шеттенбе деп өзіміз есептейміз.
дегенмен қазақ халқы қашанда болса да сабырлы халық болған, қашанда болса да ақылды халық болған, қашанда болса да қазақ халқы бірін-біріне қол көтеріп осындай жамандық жасамаған. Соны біз қашанда болса да есімізде сақтап отыруымыз керек, қашанда болса да шыдамды болуымыз керек, татулығымызды нығайтуымыз керек. Қазақстандықтар